Такош, су берші маған. Алысқа кетті ау деймін. Осымен дем аламын. Соны мына есіктің больницасы берді. Болды. Кішкентай екі қызым бар. Соларды адам сияқты үйлерінде бой жетіп келатыр ғой енді. Ертең ұзатылады дегенде өздерінің есін алынан, біреудің есін алынан емес, өзінің үйінен есін алынан ұзатылып, бақтар ашылып кетсе екен деп. Гаухар апа, Саламатсыз. есенсіз бе? Біз сізге Құдай қонақ болып кеп қалдық. Келіңіз тұрлы. Тісімді ауырса да жаным қиналады. Осы әйтеуір Құдайдың берген өмір сүреміз ғой. Алақанымыз жайып Құдайдан сұраймыз. Қыздарым ұялады, не қылады енді. Бұлардың ойларының бәрі. Мама, сіз ауырмаңызшы, біз өсеміз. Бұндай болып тұрмаймыз. Өсеміз, кішкене шыдашы, ауырмаңыз дейді. Қасымызда болыңыз дейді. Енді мына үлкен қызым жаңағы суретке жақын. Ошақ қасы, отбасы өзіңіздікі болатындай, қызыңызды өз қолыңыздан ұзатуға денсаулық берсін Аллах тағала өзіңізге. Әр төгілген көз жасы Аллахтан разылық болып келсін сізге. Алла тағала бір себеп шығып сіздерді жіберіп отқан шығар. Осы қызға көмектес деп Құдайым. Осымен екі балапаным әйтеуір өздерінің баспанасы болса деп армандаймын да. Миға кислород бармайды. Қаяқтан барады мына бәрінің деп жатсам. Қазір жасыңыз нешеде апа? Мен бірге келдім. Қашаннан бері тұрып жатсыз мына жерде? Августтың 31-інде көшіп келдім. Мен өзім инвалидпін, 3-ші группа. Алатын пенсиям 37-38 мың, 37 копейкамен енді. Қосымша бір жұмыс істейін десем, денсаулығым жоқ. Бірдеңке салайын десе, анафилагия шок болғанда салатын преднизолон, анамының дәрілердің өзінен аллергия менде. Олар менде психологический атака болады. Оңай емес, 45 наркоз алдым. Менде 2015-тен 5-6 жылына ішім ашық болды, нойный перитонит болды. Одан мына мастай дейді болды. Менде двухсторонний мастай дейді, сүйек іріңдеп шіріп атыр сүйегім. Сол мына жаққа жасаған құлағыма. Енді сол дұрыс жасады ғой, енді сонда да ағып атыр, басым ауырады. Сол ана жақта жатамын, мінекей жүріңіз көрсеткен жататын жерімді. Мынау хозяйны холодильнигі, газы. Екі бала да сізбен бірге ме? Иә. Мына күндіз мынаны жинап қоям, түнде бүйтіп ашам. Мына жақта жатам, мына біреу аппаратым түнде ана жаққа қоям. Күн мінеді, екі қызым жатады. Әйтеуір Құдайдың берген өмір сүреміз ғой. Алақанымыз жайып Құдайдан сұраймыз. Біріншіден, екіншіден халқымдан сұраймыз ғой. Көмегін берсе. Аллах бұйырса, халық себепші болса, бұйыртса шаңырағыңыз болады. Пайымдамаңыз апа. Өкінішке қарай Гаухар апайдың ұзақ уақыты бар деп ойламаймыз. Дәретханаға бара жатқан жолда есінен танып құлап түсті. Қызы мен көршісінің айтуы бойынша күніне осылай 5-6 рет қайталанады екен. Көршісі бір күні тасқа құлап, тіпті тұрмай қалуы мүмкін дейді.